Армысыздар ма, құрметті оқушылар? Біз алдыңғы сабақта орыстың халық әні «Васадули в огороде» әнін өткен болатынбыз. Егер де сіздерде сол ән жайлы сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарийға сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Ал бүгін біз сабақта қазақтың халық әні «Еркемай» әнін өтеміз. Алдыңғы сабақтарда біз басырмақты мүлдем қолданбаған болатынбыз. Ал енді бүгін біз басырмақты қолданып ойнаймыз. Яғни біздің сабақтарымыз әр сабақ сайын қиындап келе жатқанын білдіреді. Сол себептен оқушылар сіздерге 3-4 сабақтарда біз жаттығуларды өткен болатынбыз. Сол оң қолдың жаттығуы және сол қолдың жаттығуын қайталап жүруіңізді сұраймыз. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен Еркемай әнін толығымен бір ойнап көрсетейін. Құрметті оқушылар, біз Еркемай әнін 2 бөлімге бөліп отырмыз. Сіздерге түсініктірек болу үшін әр бөлімді 2 бөлімшеге бөліп қойдық. Қазір біз бірінші бөлімнің бірінші бөлімшесін санға қарап және менің қолыма қарап бірге ойнап көрейік. Үстіңгі шектегі 5-ші пернені біз бас бармағымызбен басамыз. Ал астыңғы шектің 4-ші пернесін біз бірінші саусағымен басамыз. Одан кейін 7-ші перне кездеседі. Сол кезде біз жай 4-ші саусағымызбен бұлай баса қоямыз. Қазір бірге ойнап көреміз. Құрметті оқушылар, осы бірінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, егер де бұл түсініксіз болып жатса, видеоны артқа айналдырып, қайта-қайта қарап тұрсап түсініп алыңыздар. Біз әрі қарай бірінші бөлімнің екінші бөлімшесін ойнаймыз. Бас бармақ 7-ші пернені басады, ал 5-ші пернені бірінші саусақ басады. Одан кейін 9-ші перне кездеседі. Жаңағы бірінші бөлімшедегідей біз 4-ші саусағымызбен басамыз. Бұлай қарап тұратын болсаңыздар, бірінші бөлімше мен екінші бөлімше өте ұқсас. Тек екінші бөлімше сәл төменірек ойналып тұр. Әрі қарай екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі ол бірінші бөлімнің бірінші бөлімшесіне өте ұқсас. Қазір мұқият қарап отырыңыздар. Екінші бөлімнің екінші бөлімшесі. Құрметті оқушылар, егер осының бәрі сіздерге түсінікті болатын болса, біз Еркемай әнін басынан бастап толығымен бір ойнап көрейік. Құрметті оқушылар, осымен біздің Еркемай әніне арналған сабағымыз аяқталды. Егер осы ән жайлы сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарийға сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Біз сіздерге жауап беруге тырысамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.